Assalamu alaikum қазақ елі. Қолдан келгенше 3 минуттың ішінде тезірек түсіндіруге тырысамын, себебі TikTok'та 3 минуттан артық видео түспейді екен. Боқ дүние деген. Осы боқтың арқасында Алла қаласа маңдай қызғаны сол. Осы боққа қол жеткізу үшін Қытайдан келе сап, үйсіз, күйсіз, Талдықорған, Алматыда 3 жыл жұмыс жасадым. Қатын бала шағамды аузыма тістеп. Содан ақшамды тырнаштап жиып, үй алдым, мал алдым. О мал осы боқты шығарды. Боқ түсті. Әрине осының ішінде несібе жатты. Боқ дүниені қуа бергенше, боқ дүние деген сөздер негізі осыған қаратылып айтылса керек. Енді бұл боқ дүниемен бұйыртса, мына қораларды, аналарды салдым, малдарды алдым. Осы боқ дүниенің қанша боқ десе де, ауыл десеңдер, жамандасаңдар да, осы боқтың арқасында беруші бір Алла. Осының арқасында міне Қытайдан мотоцикл алдыртты миллионға. Кейбір адам айтады, жап жаңа мотоны неге боққа сабасың дейді. Демек, бұны беруші бір Алла. Осы боқтың арқасында, қажырлы еңбектің арқасында, ауылымның береке бірлігінің арқасында осы боқпен осы дәрежеге жеттік. Бүгінгі видеоға тақырып болатын нәрсе осы боқ дүние. Одан армен қарай бұлардың арқасында осы кәсіптерді мен Қытайға көрсеттім, интернетке салдым, ютубке салдым, тиктокқа салдым. Біраз адамға мотивация болды. Ол бір. Енді бүгінгі аса бір қуанышпен тебіреніп айтатыным, менің өзім қазіргі тұрған ауылым Жетісу облысы Ақсу ауданы көшкен Тал ауылы. Бүгін ақпаратқа әкіміміз осындай өлі разы болмай тірі байымайды деген мақал қосылып, осындай ауылымыздан шетіндегі өлген кісілерді жерлейтін зиратқа дейінгі жол саз батпақ болатын. Соған жол салғанға ой тастады. Сол кезде мен дереу бұйыртса, өзімде ақша жоқ, даяр ақша болмай қалды, 100 000 теңге атадым. Ол ақшаны осы боқтың арқасында тамыр таныстардан сұрап бердім. Өзім мысалы осы боқтың арқасында елде ұзын-ырғасы миллион қарызым бар. Ал енді осы керек кезде мен тағы бір кісіден жаңағындай 100 000 алып жаңағыге атадым. Негізі ұзағырақ видео түсіргім келген. Ұзағырақ видеоны мен ютубқа арнап түсіремін. TikTok'та міне елдің көбісі ауыл, сасық ауыл жаман, боқ дүние дейді. Боқ дүниені қуа бермей, ауылға да, Қытайға да барлық жерге бұйыртса, жүзіміз жарық Алла қаласа. Жұғысты болсын, аман сау болыңыздар. Боқ дүниенің жалғасын жалғастырамыз. Жаңағы алдыңғы видеоны көрсеңіздер TikTok'та, Таңжарық стайл TikTok'тан табасыздар. 3 минуттық видео даярлағам. Бұл боқ дүние менің семьямды асырады, және көршілердің де ырзашылығын алып, мал байламайтын кісілердің агротына төгіп берем. Демек, бұл пайдасын жалғас тегізіп жатыр. Осы боқ дүниелердің арқасында мына жаман, кішкентай, жаман демей, жұпыны қоралар болған. Осы қоралардың арқасында бұқа болды, бұқалардың арқасында жаңа боқ дүние болды. Сол 7-8 бұқадан ішпей жемей тұрмысқа керегінген істетіп, жалғасты дамытып, Алла қаласа мына жақтағы құран салдық. Одан мына мотоциклді алдық. Енді Қытайдағы кісілер көргенден кейін, менің тірлігімді көргенден кейін, 2 сиыр үйті бар, насы бар, Қытайдың үйчаты бар, салам. Бұйыртсақ, балдызым міне жан шыдатпай Қытайдан 14 күндік визамен келіп көрді. Енді бұйырса ар жағын көшіріп келмекші. Сосын жаңағы ауылыма, Қазақстанға келгендегі ең үлкен тиген пайдам ауылыма жаңа 100 000 теңге. Бұл тек басы кәне жол. Мысалы өлі разы болмай тірі байымайды дейді ғой. Мен оны жай адамдар ол жол, яғни ауылдан шығып арғы дүниеге баратын жол. Түсінген адамға, мысалы мен аса қатты бай емеспін. Қазірде де өзімде қарызым бар, елге де қарызым, елде маған қарыз. Аллаға шүкір, дені қарым сау. Ол жол түсінген адамға ол жол ауылдан шығады да арғы дүниеге апаратын жол. Ол сен ауылдан қаңғытып қалаға, басқа жаққа жамандыққа апаратын жол емес. Ол жол ауылдан сені арғы дүниеге апарады. Арғы дүниеге баратын бірден бір жол.
Сол. Дәл сол жолға өзінің өлетінін білген адам әрине аянып қалмайды дедім де көп ойланғам жоқ. Бірден 100 мың іздедім, таптым. Сол жол жаңағы ұйымдастырып жатқан жігіттерге бердім бұйыртса. Шүкір. Сол осы боқ дүние деген осы айтайын деген барлығын беруші бір Алла. Бастысы дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болса, ауылымыз аман болсын, халқымызды береке бірліктен айырмасын. Халқымның береке бірлігінің арқасында жаңағы жол салынып, ауылымызға мектеп салынып жатыр. Ауылымыз айрандай үйған, өте жақсы, сапалы ауыл. Ауылымды мен ауылыма осы ауылда туылмасам да 2017-тен бері қарай осы ауылдамын. Балаларым туылып жатыр. Ауылыма деген махаббатым айрықша. Ауылыма деген махаббат тілбен жеткізу қиын. Себебі менің бұл ауылда екінші қызым Сара туылды. Одан 2020 жоқ 2018 2017 9 айдың 14-і 11-і көшіп келдім. 2020 3 айдың 23-і Сара туылды. Одан армен қарай Назым туылды. Былтыр Абылай туылды. Қытайдан келген қызым өзімізбен бірге көшіп келгенде болған, яғни Зере қызым бар. Міне Зере қызым деген қазір 2-ші сынып оқиды. Зере, қолың бұлғақ қойшы. Оны неге аштың балам, оны ашпа бензинді. Ай балам, ай оны ашпа. Зере қызым, мынау Сара қызым. Сара неше келдің? 5-ке келді. Зере, сен неше келдің? 7-ге келдің. Нешінші сынып оқисың? 2-ші. Назым нешеге келді? 13-ші күні? 2. Абылай қаншаға келді? 0-де. Абылай 0-де. Октябрьдің 25, 10 айдың 25 күні туылған. Осы міне шүкір. Осы ауыл су ауасы тұнық, суы тұнық, халқы берекелі, осындай жақсы ауыл. Ол жақсы ауылға бұйыртса, бойымда жаным болса, мен ешқашан тоқтап қалмаймын. Бұл 100 мыңмен мақтанғаным емес, просто боқ дүние туралы материал, мақала болсын деп айтып жатырмын. Бұл тек бастамасы. Аман болсам, Алла қаласа аман болсам, әлі талай ауылым үшін тер төгем. Ауылым үшін, отаным үшін, үйім, бала-шағам, семьям үшін қазақша қып тәрбиелеген марқұм ата-анамның аруағы бір аунап түскен болу керек бүгін. Ұрпағым жарады, атам екеніне барды және тұрған ауылына пайдасын тигізіп батыр деп бір үші сол жаңағы өлі разы болмай тірі баймайды дегендей. Сол марқұм әке шешеме рахмет. Жатқан жер жайлы, топырағы торқа болсын, қабір азабынан сақтасын дей отырып, бүгінгі шабытпен осы видеоны түсіріп жатырмын. Негізі жұмыс жасап жатқам, боқтасып, соны тоқтатып қойып тұрып, боқ дүниені. Енді бізде боқ дүние десе, бұл асағатты еңбек қор емес мен. Демалыс пен жұмысты бірге алып жүремін. Ұйқым қанғанда тұрам, істегім келгенде істей. Сондай менде. Жақсы аман сау болыңыздар. 3 видео болды. 3-ін 3 бөлек салып, артынан біріктіріп YouTube'ге саламын.